Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сарымсақ қосылған нан дайындайтын боламыз, яғни чесночный хлеб. Бұл жолы сыр қосылған чесночный хлеб жасайтын боламыз. Ең алдымен осындай батонымызды бірнеше бөліктерге бөліп, осылай турап аламыз. Келесі бізге нанымыздың бетіне ірімшік, яғни сырымызды осылай үккіштен өткізіп аламыз. Осы сырымыздың үстіне езілген сарымсағымызды саламыз, және аскөк міндетті емес, салмасаңыздар да болады. Ірімшікке сарымсақты салып, екеуін араластырып аламыз. Келесі аскөгімізді салып, барлығын бірге араластырып аламыз. Аскөгті салу міндетті емес, салмасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Келесі табамызға пергамент қағазын төсейміз. Нанымызды біртіндеп тізіп шығамыз. Осы сәтте духовкамызды қосып қоюымыз керек. Духовкамыз қыза беру керек. Сонымен жаңағы дайындап алған ірімшіктен салмамызды нанымыздың бетіне жайғастырып шығамыз. 180-200 градуста қызып тұрған пеште нанымыз қызарғанға дейін, ірімшігіміз ерігенге дейін ұстайтын боламыз. Міне біздің нанымыз қызарып, ірімшігіміз еріді. Өте қытырлақ, өте дәмді тіске басарлардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан. Менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.